жіп тұзақ. Осы ауылда орта жүздің қыпшақтарының біраз бөлігі тұрады. Көкмұрын, Бошай, Шағыр, Алтыбас, Кеншім, Қонақбай тағы да басқалар. Бір-біріне жақын құдандалас, бөлелес, нағашы жиенді болып туысқандықтары алаңдай бөлінбей келе жатқан тұтас ел. Бұл елді үлкен колхоздың үлкен бөлімшесі ескі қоныс деп атайды. Мұнда 150-дей отбасы бар. Басты кәсіптері егіншілік пен малшылық. Егіннен дәнді дақылдар арпа, бидай, тары, күріш, мал азығындық, сұлы, жонышқа, жүгері бақшадан қауын қарбыз егеді, ал малдың 4 түлігі бірдей өсіріледі. Ескі қоныста бастауы анау, Қаратаудың етегін алған Сарысу өзеннен бері басталып, ирелеңдеп келіп, осы ауылдың тура ортасынан өтіп, мұнан соң Көккөл жаққа кететін үлкен сай жатыр. Ең жағының көлемі 1 шақырымдай, ал көлінбей жоғары кететін биіктігі 500-600 метрден асады. Телі кісі осы сай ішімен жүргенді көрінбейді. Мұны халық кейін сай деп кеткен. Қариялардың айтуынша бұл бір кездері Сарысу өзені нағыз өзен кемелінде тұрғанда жан-жақтағы қыраттан еріген мол қарасу қосылып, тасып, сілемге жылға-жылғаға бөлініп аққан. Сілемдер жердің ой шұқырына байланысты бір-бірімен қайра тоғысып, үлкен арнаға айналып, көлге құйған. Кейін табиғат қатты өзгеріп, Сарысудың өзені тартылғанда бұл арна да бұрынғы ажарынан тайып, осындай сай ғана болып қалған дейді. Үлкен сай кезінде ішінде суы мол болғандықтан, арғы жақ ел мен бергі жақ қатынаса алмаған кездері де болыпты. Кен сайдың жағасы тобылғы, арша, жыңғыл, жидеге тағы да басқа өсімдіктерге тынып тұр. Бір-бірімен қыз алысып, қыз берсіп дегендей, көп жылдары бері сынып, сыралғы болып қалған екі қоныстағы ел кейін сайдың екі жағалауынан қатар тізбектелген. Үйлердің бәрі шым кесектен құйылып жасалған. Қолдағы малдың ыңғайына қарай әркім өз ағайындықтарына бөлініп, 5-6-ы бір жерде, тағы 4-5-еуі бір жерде өсіп қатарласып кете береді. Әр үйдің дәл қасына жақын сабаннан, жыңғылдан жасалған қора қопсылары бар. Ауылдың адамдары қыстың күні қыстауларда қыстағанда малдарын күзде егін орылған сабаны мол алақаптарға айдап салады. Таза ауада бір ауық дала шөбінен азықтанған мал ырғаландап, күйіс қайырып, кештетіп, жылы қораға жайғасады. Ал жаз болса, бұл ауыл түгелімен жайлауға шығады. Онда да қыстаға бірге отырған қоныстары болған бойынша кигіз үйлер қатар-қатар тігіледі. Тамыз айының дәл ортасына қарай бақша еккендері қауындық басына көшіп, бақша өнімдерін реттейді. Ол жып піскен қауыннан қақ тіледі, қауын құрт жасайды, ал көлігі барлар сонау станция басындағы қауын базарға қауындарын өткізіп, үйдегі бала-шағаға киім-кешек, оқуға қажетті керек жарақтарын алып, бір байып, марқайып қалады. Күз әбден түсіп, қазан айы аяқталып, қараша басылғанда өз қыстауларына қоныстанады. Ескі қоныста барлық үйлерден тым ерекше, әріректе жалғыз үй бар. Кесек там емес, кірпіштен өрілген төбесі, шифрланған үйдің терезелерінің әйнектері де басқаша, үлкен әрі жарық. Бұл Дәулетбайдың баласы Рауанның үйі. Жалғыз үйдің есік алды жылан жалағандай үнемі таза тұрады. Қоқыр-соқыры жоқ, аржағы кейін сайдың келесі беті. Мұнда әдемі егіп қойғандай қалың жидектер өсіп тұр.
Көлемі жарты шақырымдай, көктемде жиде гүлденгенде әдемі иісі мұрынды жарады. Ал күзде оқушы балалар мөлілдей қара жидекті осы жерден ғана теріп жеп құмарлары қанады. Ал үлкендер жағы ыдыстар әкеліп теріп үйлеріне, немерелеріне алып кетеді. Бұдан әрірек Дәулетбайдың арғы аталарының қорымы көрініп тұрады. Содан соң кең жазық бидай егетін егістік алқап басталады. Ал жалғыз үйдің бергі бетінде далиып үлкен жол жатыр. Осы жол арқылы мектепке, кеңсеге, темір жолға, Сұлутөбе базарына баратындар, түйелілер, аттылар, арба жеккендер, есек мінген жолаушылар, әр өткен мен бері өткендер, мектепке барып, қайтып келе жатқан оқушылар жүреді. Жалғыз үйдің алдында байланбай ерсілі-қарсылы жүретін тайыншадай екі төбет күзетеді. Олар әр кезде азуларын ақситып, арс-арс етіп, өздерінің сұрақтарымен ақ былайғылардың зәресін алады. Бала-шағалары үлкендері де емес, төбеттердің аттарын жатқа біледі. Алып соқ, жолбарыс, біз ғой, не танымайсың ба? Мә саған деп қалталарынан ораларға бір нәрсе тастайды. Қос төбет арсылдаған алғашқы қарқындарынан басылып, кейін қарай жайлап жылыстай береді. Бұл екі иттің ақсүйектік бекзаттығы бар ма, жоқ тамақтары тоқ жүре ме, тастаған нәрсеге бірден басқа иттердей құнығып жетіп бармайды. Жаңағы жолаушы әрірек ызаған соң, бұл не екен өзі көрейікші дегендей екеуі келіп иіскелей бастайды. Кейбірін ауыздарына алады, кейбірін иіскегендері болмаса ауыздарына алмайды. Мұнда ертелі-кеш күйбеңдеп кіріп шығатын жалғыз-ақ Рашида атты алпысты алқымдаған әйел бар. Осындағы ел оны сыртынан татарка деп атайды, көзіне айта қоймайды. Өзінің бойы сыңғақ, өні таймаған көрікті. Неге екенін белгісіз ер адамдардай жазы-қысы шалбарланып жүреді. Бағып отырған ірі қара малы жоқ. 10 шақты қойы мен ешкі ғана. Бірақ астына мінетін бір күрең айғыры бар. Жалғыз үйдің барлығы мал жаны осы. Екі қоныстыңағылардың айтуынша кеңес үкіметіне дейін осы аймақта мыңғыртып мал ұстаған руы Найман Дәулетбай деген бай болған. Кеңес заманы келіп бүкіл байлардың малы тәркіленіп, кедейлерге үлестіріліп жатқанда Дәулетбай 40-тан жана асқан қылшылдаған жігіт екен. Қол астымдағы кедей-кепшік енді менің басыма әңгір таяқ ойната ма, бұған мен көне қоймаспын деп мал жанымен Қытай асып кетпекші болғанда жолда ұсталып Семейдің түрмесіне қамалады. Кейін сол түрмеде азап көрсетілді ме көз жұмады. Бәйбіше мен Тоқалы сол кездегі шолақ белсенділердің қорлығына шыдамай Ертістің өзеніне ағып өледі. Дәулетбайдың Тоқалының қолында 2 жасар ұлы болыпты. Оны милициялар жетімдер үйіне жібергелі жатқанда Мұса деген ауқатты мұсылман татар осы істің арасында жүрген милицияға көп ақша беріп, Дәулетбайдың 2 жасар ұлын өзіне алып қалады. Ол бала Мұсаев Рауан фамилиясымен Семейде татардың тәрбиесінде өсіп, Ұлы Отан соғысына аттанады. Соғыстан Рауан бір аяғынан мүгедек боп оралғанда Мұса қарт ауырып, хал нашар жатыр екен. Ал әйелі 2 жыл бұрын қайтыс болыпты. Ол мойнымда парыз болмасын деп Рауанға ата тегінің кім болғанын, әкесі түрмеде, аналарының анандай жағдайда қайтыс болғанын түгел айтып береді. Сол Рауанға Мұса қарт: сені асырап алған соң бала көтермей жүрген әйелім бала көтеріп 4 жылдан кейін осы Рашиданы туған. Бұған Аллаға шүкіршілік етемін. Екеуін тек жағынан ағалы қарындас болмайсыңдар. Сен майданға кеткен соң қызыма шешесі екеуміз бәрін айтып түсіндірдік. Қызым біледі. Қызымды енді саған аманат қып табыс етемін. Екеуін үйленіңдер, отау құрыңдар. Мен екеуіне
ақ батамды бергім келіп отыр. Қызым сенімен қор болмайды. Менің уақытымның жақындағанын байқап та отырған шығарсың. Сені көре алмасам, хатты оқып түсінер деп хатты да әзірлеп қойғанмын. Енді өзің менің аузымнан естідің. Осында мен жинаған қасына менің әке-шешемнен қалғаның бәрі екеуінің үрім бұтағына жетеді. Өркен жайындар, өсіндер, өніндер дейді. Артынша тағы да түбі Дәулетбайдансың ғой, бірақ өз әкенің атына көшпей тұра тұрғаның дұрыс па деп бір ойлаймын. Балам, кім біледі, байдың тұқымы деп сендерге келергісі келмессін деген ғой. Көргенім көп, заман аумалы төкпелі, жағдай тынышталып, әбден қалыпқа түскенде елдерінде де табарсыңдар, тектеріңді де өзгертесіңдер, деп түйіндепті сөзін Мұса қарт. Әдейі де Рауанды күтіп, осы сөзді жеткізу үшін тірі отырғандай, ертеңіне ақсақал көз жұмады. Рауан Мұсаның жылын берген соң барып Рашидаға үйленеді. 1946 жылы Рауан ұлды болған соң құжаттарын түгел әкесі Дәулетбайдың атына ауыстырып, Семейден осы ата қонысы көшіп келген. Мұса ақсақалдың Рауанға ескерткені айна қатесіз келді. Елдің ішінде де әртүрлілер кездеседі. Дәулетбайдан ұрпақ қалғанын және ол ұрпақтың жай ғана емес, бақуатты, тұрмысты екенін біліп қалған кейбір жандайшап меңсалар Рауанды ерекше көз қырына алып, біраз сүйреледі. Жергілікті басшыларға жұмыс бермей қоюды тапсырды. Анау жаққа, мынау жаққа сұраулар, тексерулер жүргізілді. Семей жақтан Дәулетбайдың баласы болмаған, өзі түрмеде өлген деген ақпарат келді. Ал сода мынау Дәулетбай Рауан кім? Мүмкін тыңшы, өзі ұлы отан соғысында қай жерде қалай соғысқан? Мүмкін сол соғыста фашистерден тапсырма алған шпион шығар деп, ақыры түрмеге де жабады. 5 жылдан соң Рауан ақталып шығады. Түрмеден денсаулығы сыр беріп келді. Рашида колхозда әртүрлі жұмыстарды іздеп, озат болып, ударник әйел екпінді атанды. Бұл ауыл әйелдерінен тағы бір ерекшелігі ескіше арабшада, орысша, қазақша, татаршада жақсы білген. Жақсы жаза да білген, сауатты жоғары жан екенін жұрт сонда таныған. Соғыс салған жара, одан соң түрме жайлы Рауанды 50 жасқа толмай арқадан алып, бабаларының зиратына қойылады. Рауан мен Рашиданың жалғыз ұлы Аман Мәскеуге оқуға түсіп, кейін сол қалада кибернетика ғылымның айналасын үлкен ғылым болды. Шешесімен хабарласып тұрады. Әйелі орыс, оның да жалғыз ұлы бар. 1975 жылы анасын Мәскеуге алып кету үшін елге әдейі келген. Бірақ Рашида Мәскеуге барып үйрене алмаспын, қазынаның үйінде қамалып отырғанымша, осы ауыл дұрыс, өле қалсам әкеммен бірге бір топырақта қаламын деп бармай қалған. Содан соң Аман құрылысшы шешендер жалдап әкесінің басында 4 құлақ тұрғызды. Ал шешесіне бұрынғы ескі үйді бұзып, 1 ай ішінде жаңа 3 бөлмелі үй салды. Қора-қопысы да жаналды. Жұрттың қызығып қарайтын жалғыз үйдің ерекшелігі міне осыдан. Рашиданың Мәскеудегі ұлымен бұдан соң байланысын поштада істейтіндер жақсы біледі. Рашида оларға хат салады, олардан хат келеді. Оларға посылка жібереді, олардан посылка алады. Соның бәрі Сұлтөбе станциясындағы почта арқылы. Бірақ Рашида ауыл адамдармен араласа қоймады. Өз тіршілігімен өзі. Аптаның әр жұмасында үйінің дәл қасынан өте берген, жолаушыларға жана ғана пісірген ып-ыстық 7 күлшені құдайы күлше деп үлестіреді. Қыстың аязы күндері, көктемнің лайылсан жаңбырлы күндер болса да, егер жұма болса,
Рашида ананың күлшесінен жұрт ауыз тиеді. Күлше дәмді, әрқалай пісіріледі. Бірде майға қуырылған, бірде жерге көмілген тоқаш түрінде. Қандай болса да тіл үйреді. Әсіресе мектептен қайтқан оқушылар бұған мәз. Бүгін қандай күн? Бүгін жұма. Әженің күлшесін жейміз кеттік деп, балалар сабақтарынан шыға сала осы үйге қарай жүгіреді. Жалғыз басты Рашида әйел басымен қылмыстық іс жасаймын деп үш ұйықтаса ойлады ма? Ойлаған жоқ. Барлығы осы Темірбек ұлы Тайырдың түрмеден келгеннен басталды. Рашида оның қандай себептен түрмеде болғанын жете біле де бермейтін. Түрмеден келгеніне жарты жыл ғана. Тайыр түрмеден босап, пойызбен келе жатқанда, пойызда жалғыз өзі келе жатқан бір қызға бүйіріне пышақ тақап, менімен бірге айтқан жерге жүрсен, әйтпесе мына пышақты саған салып аламын деп қорқытып, ол қызды ауылға өзімен қоса ала келген. Келген соң туысқандарына менің келіншегім деген. Ауылдағылар белгілі, ойбай келіншек келді деп дабырлай қуанып, басына ақ орамал тартып, шымылдыққа кіргізіп мәре-сәре болған. Қыз болса бәріне жалбарынып, жалынып, босатыңыздар мені, Құдай үшін босатыңыздар. Өз еркіммен келгенім жоқ, тіпті мұны танымаймын да білмеймін. Мені осылай бүйіріме пышақ тақап, қорқытып әкелді деп жылап еңірегенін ешкім де тыңдамай қойған. Енді келіп қалдың, қайда барасың? Бір жерге барып келді деген атқа қалмай, осы келген үйінің құтын жаса деп жібермеген. Міне сөйтіп зорлық жасап әкелген келіншегінің қазір аяғы ауыр дегенді Рашида дүкенге барғанда естіген. Және Тайырдың анандай зорлықшылдығынан іші түсінік. Ауылда мұндай адамның бауы қауіпті ау деп ойлап та қалған. Тайырдың әкесі бұрын қайтыс болған екен. Шешесі Миуаны біледі. Колхоз жұмысында бірге істеген, елпілдеген жақсы әйел. Тайырдан басқа тағы да 3 ұлы бар. Тайырдың көзі әрі өтіп, бері өткенде жалғыз үй Дәулетбайдың үйіне түседі. Бұрын өзі түрмеге кетерде осы жердегі мыжырайған кесек там бар еді. Енді соның орнына еңселі шатырлы үй, онда жалғыз ғана бір татар әйел Рашида. Осы үй тұрғызылғаннан кейін осындағы кейбір адамдардың түсініктері бұлай болды. Бай баласының ұрпағы қашанда бай, жолдары да болғыш. Рауанның ұлын қарашы, Мәскеуде ғалым, Мәскеуде кілең орыстардың ішінде жалғыз қазақ ғалым болу үшін де талай ақша берген шығар. Ол ақша қайда шығады? Мұна тақтаркам. Рашида біз білмейтін бір сыр бар. Мұның әкесі де бақуатты болған дейді. Мүмкін Дәулетбайдың байлығын Семейде жүріп, жамбасына басқан біреу шығар. Кейін қызын Раушанға қосқан. Милициялар тектен текке Рауанды түрмеге жаппайды ғой. Бір нәрселері бар. Рауанның ұлы Аман бір айдың ішінде осында келіп, осы үйді салдырды ғой. Ақша болмаса қайдан салынады? Үй. Шешендер анау-мынау арзан ақшаға келсе бермейді. Соларды сонау станция бойындағы құрылыстан жалдап әкелді. Бұлар да жасырын тыққан қазына жетеді. Міне ел ішінде айтылған сондай пікірлер түрмеде жатып келген Тайырдың басына жаман ой салды. Қайтсе де үйдің ішін тінту. Үй астында үй бар шығар. Қазынасы болса тартып алу. Немесе жалғыз басты ана қатынды қорқытып қазына қайда жатыр шынын айтқызып білу. Сөйтіп бір күні кешке қарай Тайыр басына бір есекті мініп алып жалғыз үйді бетке алды. Үйге жақындай бергенде ақ екі төбет жақындатпады. Тайыр оларға ашуы келіп, қалтасына салып келген үлкен тас кесектерді бірінен кейін бірін атқылай бастады. Төбеттер мұндай өшпенділікті ешкімнен бұрын көрмеген. Бастарына тиген тимеген кесектерге қарамай екеуі екі жақтан абалап есекті де, оның үстіндегі Тайырды да оңдырмай талайды. Ақыры Тайыр боқтап-борап үйге жақындай алмай кері кетті.
Төбеттердің өршеленген ащы даусын естіп, терезеге қараған Рашида мұның бәрін көріп тұрады. Тайыр әрі ұзаған соң Рашида есік алдына шығып, төбеттердің бастарынан, тамақтарынан сипап еркелетіп отырып, сендер дұрыс жасадыңдар. Ол жаман адам, дұрыс оймен келген жоқ. Бірақ енді тіпті қауіпті ол. Байқаңдар, сендерге бір нәрсе жасамаса болды. Бүгін түн ауызғы бөлмеге өзімен алып жатамын сендерді деп, қорғаушыларын ішке кіргізіп алды. Сөйтіп олардың екі бөлек итаяқтарына екі бөлек өзі арнайы даярлап қойған тамақтарын берді. Төбеттерде түсінікті, сені түсіндік дегендей, екеуі бірдей қыңсылай Рашиданың тамақ берген қолын жалай берді. Бүгінгі кеш осылай басты. Түнде тыныш өтті. Бір-екі күн өткен соң қорадағы қой ешкілерін сыртқа жайып келуге Рашида күрең атын мініп, екі төбеттің қасына алып, кейін сайды жоғарғы өрлей егістік алқапқа бет түзеді. 2-3 сағат далада емін-еркін қой ешкілерін жайып, үй жаққа қайтты. Қораға олардың кіргізіп, күрең айғырды ерден босатып, оны да өз орнына жайғастырған. Рашида үйге келгенде, үйдің сыртқы есігіндегі құлыптың алқам-салқам шыққанын көріп, шошып кетті. Рашида төбеттермен сөйлесіп, «Албысоқ, жолбарыс, үйге біреу келіпті. Кірейік үйге, не болды екен?» деп, есік тұтқасынан қолын соза бергенде, ар жағында қос ауыз мылтықты көздеп қарсы тұрған Тайыр шықты. Рашида шегініп қалған. Иттер асылдай Тайырға қарсы ұмтылған. Бұл іске дайын тұрған Тайыр қолындағы оқтаулы мылтықтың шүрпесін басып жіберді. Дәл қасынан атылғанды дыбысты Рашиданың екі құлағы бітіп те қалды. Екі төбет Рашиданың көз алдында сұлап түсті. «Енді сені қатынды атып тастауға болады», деді Тайыр Рашидаға қарап. «Көрдің ғой, сен қорғайтын төбеттерінің не болғанын, бірақ мен сені атпаймын кірерге», деді даусын көтеріп, бұйырып. Рашида сыртына киген фурфайкасының қалтасына қолын салып, әлденені қолын алды. Үйге кіргенде ойран топырды шыққан бөлмені көрді. Төсектері, сандықтағы киім-кешектері бәрі шашылған. «Сен, татарка, жаным аман қалсын десен, жұрттан жасырын ұстайтын қазынанды көрсет. Маған қай жерге тықтың, үйінде ме, қоранның ішінде ме?» деді Тайыр өзін өте дөрекі өктен түрін көрсетіп. Төбеттерді өлтіріп, керемет іс тындырғандай, мылтықтың бауырын иығына асқан күйі қалтасынан оттығын шығарып, шылымын тұтатты. Оның түтінін бұрқырата езуіне қыстырды. Жалғыз әйелге тым еркін және үстем. «Көрсетем, асықпа, сол қазынаны алу үшін менің төбеттерім атып тастамасан да болатын еді. Мырза», татар әйелдердей мырза деп сыпайы сөйледі. «Дұрыс жасамадың, обалдына қалдың. Менің күшігімнен асырағанан иттер меді? Өзін жана үйленген келіншегінмен келіп, осы үйде отырып бір самауыр шай ішіп, маған қаражат керек еді деп айтпаймысың ба?» деді Рашида. Ашу қатты келіп тұрса да білдірмей, әрі алдындағы зорлықшылдан сескенкіреп, әліптің соңына дейін не болса да көрейін деп. Татар қыздары еркектерді үйріп алады деуші еді. Мына қатын нешеде екен, майда тілімен мені арбап тұрған жоқ па, деген ой келді Тайырға. Сонда да болса иттерге таланғаны есіне түсіп ақырып жіберді. «Сен мені итіне талаттырдың. Терезеден құмарың қанғанша қарап тұрғанда шығарсың. Болды, татарка, көп сөйлейтін уақыт жоқ. Не бар тыққан? Алтының ба, ақшам ба? Шығар бері». «Мырза, келесі бөлмеге өт, көрсетем»,
деді Рашида алдына Тайырды салғысы кеп, бір қолымен келесі бөлмені сілтеп. Сен татарка сайқалдан ба? Білдің бе? Мен сені алдасам өлтірем деп тастаймын. Түрме маған таңсық емес. Көп болса тағы кете түрмеге. Неғып сайқалдан тұрсын? Мен барлық бөлмені қарап шықтым. Білесің бе, барлық бөлмені. Бұл жерде еш нәрсе көрмедім, дейді Тайыр ашуға мініп. Міне Рашиданың шектен тыс сабырлы қалпы өзін ашуын келтіре бастады. Қарына ілген мылтығының таспалары бауын мықтап ұстай түсті. Сөйтті де жаңа шеккен темекісінің тұқылын далада жүргендей үйдің ішіне лақтыра салды. Мырза, ер адамсың, алдыға түс. Мен көрсетем, дедім ғой. Сен білмейсің, мен білем ғой. Келесі бөлменің қай жерде екенін айтамын, деді тағы да Рашида сабырлы қалпы. Мына татарка тіпті менен сескенбейтін сияқты өзі. Әлде мені басқаша айналдырайын деп тұрма, деп ойлаған Тайыр Рашиданың алдына түсе берді. Рашиданың да бағанадан күткен сәті осы болатын. Тайыр алдына түскенде фурфайкасының қалтасынан алып қолында ұстап келе жатқан жіп тұзақты Тайырдың мойнына лақтырып кеп жіберді. Сөйтті де өзінде қалған ұшын шегіншектеп тартып қалды. Ешкінің қақты қылшығы мен жылқының құйрығы тал қылшылға араластырылып жасалған жіп ұзақ мойынға түссе бірден қиып түседі. Тайырдың қарынын оқтаулы мылтық түсіп кетті де ішіндегі оқ төбеге атылды. Екі қолының ербеңдетіп мойындағы тұзақтан босануға әрекеттенген Тайырдан еш нәрсе шықпады. Бір сәтте тәлтіректеп қырылдап қылғынып шалқалақтаған күйі өз мылтығының қасына дүрс етті. Осы уақытқа дейін жүрегі суылдап тұрған Рашида орнында отырып қалды. Көп отыра алмай қайыра тұрды. Өліктен құтылу керек. Бұл бір, төбеттегі оқ ізін құрту керек. Бұл екі, мылтықтан арылу керек. Бұл үш, үйдің ішін қалыпқа келтіру керек. Бұл төрт, таң атқанша бұлардың барлығын өз орнына қою керек. Бұл бес. Рашида тездетіп іске кірісті. Мына тұзақ мені құтқарды, деді ішінен қолына Тайырдың мойнын қиып түскен тұзақты оның басынан алып жатып. Шешесі марқұм осындай тұзақ есетін. Көп адамдар арнайы келіп, шешесіне тұзақ естіретін. Кейде ұзын құлаштай жуан тұзақты есіп отыратын. Бұл асау жылқыны ұстауға керек дейтін. Ұстатпаған қой, ешкіге, тіпті тауыққа да арналған жіңішкелеу тұзақтары болатын. Анасының тұзақтың шебері еді. Қылшығының қаттылығы сондай, анау-мынау пышақтар мұның жолында қалады. Өзінің көлемі жағынан үлкен емес. Қалтаға салып жүруге әбден ыңғайлы. Қызым, әйел адамның басында әртүрлі жағдайлар болады. Қыз кезімде менде осындай тұзақты қалтама салып жүретінмін. Зорлықшы кездесіп қалса қорғануға жақсы. Мінекей, бұлай мойныңға лақтырып жіберде, үш жағын өзіне тартып қал. Зорлықшыл буынып қалады. Әрине, Құдай бетін аулақ қылсын олардың, бірақ бәрібір керек қорғануға. Мұның сырын көп жұрт біле бермейді. Менің анама оның анасы, оның анасына оның анасы үйреткен екен деп айтып, бір күні осы жіп тұзақ туралы көп әңгіме айтқанды. Рашида анасының жіп тұзағын қызық көріп, әр нәрсеге тәжірибе жасап қолын жаттықтырды. Кейін анасы Рашиданың жіп тұзақпен әр нәрсені шала бергенін байқап, қызым, байқаймын сен онымен ойнап жүрсің. Бұл болмайды, біреулер көрсе жақсы емес. Мен саған айттым ғой, қару деп. Қарумен ойнауға болмайды, бірақ бойжет келесін. Қалтанын тастама дегенді. Анасының осы ескертпесін есіне алып, Рауан қайтыс болып,
осы жалғыз үйде өзі тұрған соң сыртта мал бағып жүргенде қалтасына тұсағын салып жүретін болған. Бүгін міне пайдасы тиді. Өзі қорғанды, зорлықшыны өлтірді. Түнгі басты 5 іс бітті. Бұл ай қарашаның бас кезетін. Жердің тоны қатқан, енді босағаға алдында жатқан тайшадай екі төбетті жерге қазып көму керек. Ал бұған біраз күш қажет. Ондай күш дәл қазір Рашидада жоқ. Сондықтан Рашида жол жиегіне шығып, өтетін жолаушыларды күтті. Тұрқ-тұрқ кетіп, бір трактор келе бергенде Рашида тоқта дегендей белгі берді. Трактор тоқтады. Апай, жайма, деді терезеден басын шығарып бір жас жігіт елпілдеп. Балам, бір шаруа бар жасайтын. Ақысын қанша айтсанда төлеймін. Түнде мына төбеттерімді біреулер атып кетіпті дей бастаған ақ ол. Алпысоқпен жолбарысты ма деп сөзін бөлді. Я, қаншер екен, итті атқан адам қаншер екен. Олар өте бөлек. Ауылдың басқа иттеріне ұқсамайды, ақылды иттер еді. Кішкентай кезден мен төбеттеріңізді білем, апа. Сіздің тоқта қаштарыңызды, жеті көшелеріңізді де жедім. Қазір енді үлкейген соң. Енді осы иттерді көмуге жер қазу керек. Мен жарамаймын. Соған жер қазып бер, аласың ба? Деді Рашида. Қазып берем, апа, қазып берем. Бірақ бір сағаттан соң мен бастық ана бөлімшеге жұмсаған. Соған барам да, қайтам. Қайтарда соғам, деді трактор айдаған жігіт. Рашида жас жігіттің кімнің баласы екенін таныған жоқ. Айтқандай да ол келді. Кен сайдың етегінде адам аз жүреді-ау дегенде жерге ор қазылып, оған алпысоқ пен жолбарыс көмілді. Рашида берген уәдесі бойынша жігітке ақшалар ұсынып еді, ол шошып кеткендей. Қойыңыз апа, керек емес. Мен де бағаналы бері бір түрлі қиналып аяп қалдым төбеттерді. Атқан кім екен деп. Осы ауылда кім болуы мүмкін деп жаңа жол бойын ойладым, деді жігіт ішіндегісін жасырмай. Рашиданың бұл жігітке іші жылып қалды да, балам, сен бұл ауылды кімнің баласы боласың? Шырамтып тұрмын, бірақ толық танымай тұрмын, деді. Апай, мен Темірбектің баласы, Ақанмын ғой, кенжесімін. Миуаның баласысың ғой, я? Я. Рашида сыр алдырмай тағыды. Ендеше үйге жүр, шай ішіп, дей бергенде Ақан жігіт асықс екенін айтып, апай рахмет деп тракторына бет алды. Бір анадан алада құлада туады деген осы екен, Тайырым, анандай Ақаны мынандай, деді Рашида үйіне бас сұғып жатып. Бір 4-5 күн өткен соң ескі қоныстағылар аузында мынандай сөз болды. Тайырдың өлі денесі табылыпты. Кен сайдың ана бірінші ферма жақтағы көлшігінен. Сол жерде. Келіншегі мен шешесі 3 күннен бері жоқ деп жүр екен, табылған екен ғой. Ол тыныш жүрмейді. Біреудің малын ұрлауға барады ма, әлде басқаша ойлаған арам істері болды ма, содан өліп отыр ол. Өні өлтірген анау Шағатайдың ұлдарының бірі шығар. Бұдан 10 жыл бұрын Шағатайдың бір ұлын пышақтап өлтіріп түрмеге түскен жоқ па, Тайыр? Енді олар бұл түрмеден келген соң кек алып отыр. Тайырды білмейсіңдер ме? Оның тірісінен өлісі жақсы. Ол бұл ауылда жүрсе талайды зар қақсатады. Түрмеден түзеліп келсе, біреудің жап-жас қызын қорқытып алып келе ме? Сол Тайыр өлетін күннен кейін болуы керек. Әлде алдында ма? Ана татарқаның 2 төбетін бірдей біреу атып өлтіріпті. Ақан көмісіпті жер қазып. Не дейді? Осы ауыл бар ғой, жаман болып бара жатыр. Байқау керек, бала-шағадан беті аулақ. Тайырдың өлімі ит өлімінен де құнсыз болды. Жұрт ол жайлы жақсы әңгіме айтқан жоқ. Ауылда ешкім тексеру, іздестіру жүргізбеді де. Оны жерледі, намазын шығарды.
Одан кейін ол ауызға алынбады. Ескі қоныстағы жалғыз үйдің тіршілігі қайта жалғасты. Үйдің алдында жүндері ұлпадай, өздері сүйкімді жолбарыс, алпысоқ деген жаңадан кішкентай екі күшік пайда болды. Оны Мәскеуден Рауанның ұлы Давид, атасы Дәуітбайдың құрметіне Рауанов Аман өз ұлына осылай есім берген. Самолетпен алып келді. Рашида бұрынғысынша әр жұмада отқа пісірілген 7 күлше не майға піскен 7 шелпегін құдайы күлше деп таратудан тайған жоқ. Ал тайырдың мылтығы шөп қораның ішінде ешкім білмейтін жерде сол күйі жасырулы қалпында қалды.